Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін таңғы асқа тез дайын болатын пицца дайындаймыз. Жұп-жұмсақ болып шығады, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Алдымен тестасын дайындаймыз. Жұмыртқа, қаймақ, майонез, тұз және қопсытқыш салып, жақсылап толық араластырамыз. Ұнды бірден салмаймыз, бөліп саламыз. Тестамыз сұйық немесе қою болып кетпеуі керек. Тестаның сұйықтығы видеода көрсетілгендей сұйықтықта болуы керек. Печкаңызға салатын ыдысыңыздың бетіне пергамент қағазын төсеп, тестаны құйып, жақсылап жұқа етіп жаямыз. Өйткені қопсытқыш қосылғаннан кейін кішкене тестамыз көтеріледі. Бетіне кетчупты дәл осы видеода көрсетілгендей етіп қолданамыз. Менде екі түрлі сыр болды. Біреуі моцарелла. Сырдың сапасы өте жақсы болуы керек. Пиццаның бетіне өзіңіз қалаған заттарды салсаңыз болады. Мен шұжық пен қызанақты салып шықтым. Келесі печканы негізі алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градустағы қызып тұрған пеште 15-18 минут аралықта пісіп шығады. Әр пеш әртүрлі болғандықтан олар әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Сондықтан 10-12 минуттан бастап қарап тұруыңыз керек. Осылай пицца піскеннен кейін мен тағы да бетіне сыр салып 2 минуттай пешке қайта салып алдым. Міне пиццамыз осылай әдемі болып шықты, өте жұмсақ болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер дайындап көрсеңіздер, ас болсын. Және де видеоның астына пікір жазуды немесе лайк басуды ұмытпаңыздар.